Үмігүлсім жаңадан Women клубының жаңа лидері. Осы мерекенің мәні өте қатты бұрмаланып кетті де, қазіргіден де жасырақ орта қалыптасады деп үміттенемін. Бірақ та қоғам оны әлі де дұрыс қабылдай алмай жатыр. Көп бөлігі Бүгінгі күні феминистканың стереотиптік бейнесі қалыптасқан. Қазір онсыз да мемлекетте бүкіл әлемде патриархат бар деген ой. Ондай нәрсе жасайтын адамға бәрібір сен не киіп тұрсың, қалай жүрсің, қайда қашан жүргеніңе бәрібір. Бәріне сәлем. Бүгін бізде сол подкастта қонақта, яғни бізбен бірге подкастта болатын Үмігүлсім жаңадан Women клубының жаңа лидері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол неліктен феминизм бүгінгі қоғамда аса маңызды. Ол 8 наурыз қарсаңында осындай өзекті мәселені қозғап отырмыз. Сәлем. Жалпы басында ақпарат беріп өтсең, яғни Women клубы, біз негізі Women клубымен уже подкаст болған. Бірақ өзің не айта аласың осы тақырып қарсаңында феминизм туралы? Қазір 8 наурыз кезінде осы подкаст жасау маңызды деп ойлаймын, себебі қазір оның осы мерекенің мәні өте қатты бұрмаланып кетті де, көктем мерекесі, сұлулықты мерекесі деген сияқты. Негізінде бұл әйел құқықтары күні, суфражисткаларға байланысты, және де Women клубы осындай мифтармен болашақта күресу, мектепте қыздарға арналған жақсы орта, қазіргіден де жақсырақ орта қалыптасады деп үміттенемін. Жалпы бүгінгі Қазақстанда феминизм қалай дамып келе жатыр? Қазақстанда феминизм негізінде СССР кезіне дейін, тәуелсіздікке дейін негізінде мәселелер болған, бірақ та дәл қазіргідей қорқынышты болмаған болатын негізінде жақсы. Ал қазіргі кез туралы айтатын болсақ, феминизмда феминита клубтары бар, клуб болғанда ұйым бар, және де әртүрлі сондай тәуелсіз ұйымдар көп, бірақ та қоғам оны әлі де дұрыс қабылдай алмай жатыр. Көп бөлігі әлі де дамитын жер бар, орташа деңгейде деп айта аламын, негізінде басқа орта Азия мемлекеттеріне қарағанда. Ал жалпы бүгінгі күні феминистканың стереотиптік бейнесі қалыптасқан, яғни ол ұлдарды жек көреді деген сияқты. Вот сол бойынша қалай ойлайсың? Бұл жерде ұлдарды жек көреді деген ер адамдар бар ғой, өте қызық. Не себепті тіпті феминизм оларға қатысты деп ойлайды, егер де бұл әйел құқықтарына байланысты болса. Бір жағынан қарап тұрғанда өте күлкілі, бүкіл жерде олардың қатысы бар болу керек, бүкіл жерде олар барлығын себебі болу керек. Және де стереотиптердің қалыптасуы, білмеймін, ол тіпті қалай қалыптасуы мүмкін, елестете алмаймын, өте үлкен ақымақтық сияқты. Өзіміз білеміз ғой былай, феминистка стереотипті түрде ол ешкімге ұнамайды, ер адамдарға ұнамағандықтан айтады ғой, типа өзгеше болу үшін соған тырысады деген сияқты, сол үшін феминистка болады дегендей. Жоқ, бұнда ер адамдардың аса мүлдем қатысы жоқ. Бұл әйел адамдардың құқықтары өзі жеке дара тұлға екенін, қазіргі заманда оны дәлелдеу керек екенін өзі миға сыймайды, өте қорқынышты жағдай. Осындай стереотиптерді де бұзу осы мектепте, қалада Women клубы айналысатын болады және үлесін қосады деп үміттенеміз. Осы ұлдар өздері феминист бола ма? Ұлдар феминист болғанда, олар не себепті бұл феминизмге келеді және не себепті болғысы келеді. Қазір pick me girl деген бар ғой термин, және де бұл оларға да қатыс болуы мүмкін, pick me boy деген сияқты. Мен не такусиппін, басқалар сияқты емеспін, сондықтан сен мені таңдауың керексің, мен феминизмді қолдаймын деген сияқты. Бірақ олардың феминизмді қолдаймын дегені элементарды түрде бір ыдысты жуып беру деген сияқты. Кәдімгі әрбір адамды жасай білу керек нәрсе, бірақ та қоғамда қалыптасқан жағдайларға байланысты ер адамдар оны жасаса, ұлдар жасаса, ол бір керемет болып көрінеді. Сол себептен де дәл қазіргі жағдайда олар феминист бола алмайды деп ойлаймын, себебі олар ол не нәрсе екенін түсінбейді де. Олардың ойынша феминизм деген өздері айтады ғой, егер де феминизмді қолдасаң, тең құқықтар болу керек болса, онда мен сені ұра аламын деген сияқты қыздарға. Егер де олардан көбісінде осындай ой болса, олар феминист бола алмайды деп ойлаймын, бола алмайды. Ал жалпы осындай өзекті мәселеге келсек, мысалы статистика бойынша жыл сайын Қазақстан бойынша тіркелген
зорлық зомбылық фактілері артып келе жатыр. Яғни осы жылы 61 мыңға жуық ол тіркелгені ғана. Вот осы бойынша не ойлайсың? Яғни бұл сөзсіз қиын жағдай. Осы ретте Қазақстанда феминизм дамуына деген біздің клубтың үлесі де жалпы солар не істеп жатыр деген сияқты. Негізінде былай қарайтын болсақ, біздің клуб мектеп қабырғасындағы ғой, және де зорлық-зомбылықпен сондай ауқымды масштабта күресе алмауымыз мүмкін. Бірақ та мектепте әлі балалардың санасы енді қалыптасып келе жатқандықтан барынша дұрыс ақпарат беру арқылы, нұсқау арқылы көмектесе аламыз деп ойлаймыз. Ал бұл мәселеге келетін болсақ, шынымен де сөзім жоқ, қорқынышты жағдай. Қалай айтсам екен, бұл адамның жауыздығы, өте үлкен жауыздығы, және де оның әлі күнге дейін жалғасып келе жатқаны, сол андағы ұлдар керемет, мен не істесем де өзім білемін, әйел адам барлығына шыдау керек, әйел қырық жанды деген сияқты сөздерден шығып келеді. Және де олармен күреспеуі негізінде билік мемлекеттік деңгейден басталу керек бұны шешу, себебі заң бар, бірақ та әлсіз, өте әлсіз заң, жылдары өте аз беретін жаза. Оның өзі өте аз кездерде беріледі. Жаза тағайындалып, сот болмай тұрып, кейбір адамдарда Қазақстанда victim blaming өте көп, яғни қыз бала зорлық-зомбылықтан зардап көрсе, онда ол кінәлі, не кидің, не істедің, қайда жүрдің деген сияқты. Әрине, әрбір адам өз өзіне жауап бере алу керек, бірақ та не себепті ол қорқып өмір сүру керек, егер де ол адам, және де оның құқығы бар өзінің өміріне, өмір сүруіне, қауіпсіз өмір сүруіне. Неге басқа адам өзінің жануарлық инстинкттеріне, адамда инстинкт жоқ қой, олар өздері инстинкт ретінде алады, менің инстинктім бар, мен ер адам, не істейсің маған деген сияқты. Ал осындай өзекті проблемаларды жалпы неге осы феминизмді мектептерде үйретпейді деп ойлайсың? Негізі дамыған батыс мемлекеттерінде феминизмді үйрету, ол туралы айту мүлдем цензураға ілікпейді. Мектептің ішінде айтылады, сабақтар өту мүмкін, және де 8 наурыз кезінде де оларда әртүрлі бағдарламалар өтеді. Біздің Қазақстандағы сияқты концерттер сондай сияқты емес, кәдімгідей тренингтар әртүрлі, кәдімгі сол мереке сол үшін арналған. Мереке сол үшін арналған. Осы әйел құқықтары туралы мәселелерді көтеріп, оны айту үшін. Және де не себепті мектепте өткізбейді? Менің ойымша, бұнда мәселе андағы өткізулері мүмкін еді, бірақ та андағы sex education бар ғой, тіпті оған да қарсы шығып жатыр ғой. Ал қазір көп орта буынның көп адамдары ой санасы бұған әлі жетпей жатыр деп ойлаймын, себебі олардың ойынша, ой жоқ, ондай мәселелер туралы неге айтамыз, болашақта ондай мәселе болып жатса, күйеу әйелін ұрып жатқан, сондай бір отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық болып жатса, ол отбасы ішінде қалу керек, мемлекет ешкім оған араласпау керек, әрбір ұрысты үйдің сыртына шығаруға болмайды деген сияқты. Және де олардың ойынша, қазір онсыз да мемлекетте бүкіл әлемде патриархат бар деген ой. Патриархат емес. Вот, сот болады, екі адам ажырасса, онда бала анасымен қалады деген сияқты. Соны матриархаттың себебі ретінде көреді. Әскерге бармайтын әйел адамдардың, хотя оның барлығы керісінше патриархаттан шығып тұр емес пе? Ер адамдар тіпті зорлық жасайды ғой, сол кезде өздерінің істері үшін жауапкершілік ала алмайды. Онда ол басқа адамның өзінің баласы үшін жауапкершілікті қалай алады? Оның үстіне жақында жаңалықтар шығып жатыр, балаларды әкелерімен қалдырды, және де олар оны қараудың орнына жетімдер үйіне тапсырып жатыр. Онда не себепті олар анасымен қалуға қарсы болып жатыр, не себепті ол матриархаттың белгісі деп есептейді. Егер де ол анасы үшін, артық бір басқа адамның өмірі үшін жауапкершілік болып тұрса. Және сол себептен де мектепте осындай мемлекеттік дәрежедегі себептерде мектепте үйретілмей жатыр. Ал жалпы осы мектепте гендерлік стереотиптер көп па, әлде феминистік көріністер?
жалпы қарайтын болсақ, мен мысалы 7-ші сыныпта осында келген кезде физика мен математикамен менде мәселелер болды. Просто түсінбедім. Бірақ та көп мұғалімдердің естіген адамдар айтады, ой, қайтесің, ұлдардың жұмысы ғой. Ол мәселе емес, физика математиканы түсінбей жатқаның деп айтады. Саған өмірде керек емес қой физика математика, инженер болмайсың ғой деді. Мен сол кезде түсінбей қалдым. Менің қыз болып туылғаным физика математиканы түсінбеуімнің ақталуы бола алады ма деген сияқты. Адамның ақыл ой санасы, сабақты үйрену, ол жынысына ешбір қатысы жоқ. Оның үстіне былай айтатын болсақ, андағы парта атасу керек болады ғой. Сол кезде ұлдарды шақыратыны. Бір жағынан ол былай деген сияқты, қалай айтсам екен, мықты жыныс ретінде көп күш жасай алатын адам ретінде ер адамдарды қарастырады, ұлдарды. Ол да көрініс ретінде болады. Жалпы бүкіл қоғамда алатын болса, топ 3 ең таралған стереотиптер осы әйел туралы. Әйел туралы ең таралғанда мысалы әйелдің орны, әйелдің орны сүйде. Негізінде ең қарайтын болсақ, әйел қазақ қоғамында, мысалы бірінші қарасты көрейік, әйел адам, ол ер адамның қабырғасынан жаралған, сол себепті оның дәрежесі төмен болу керек деген сияқты. Окей, неден жаралса да ол дінге қатысы бар, ол туралы аса айтпай қояйық, бірақ та адам өзінің кім болып туылатынын таңдай алмайды ғой жынысын. Ер адам ба, әйел адам ба, және соның өзі таңдай алмайтын нәрсеге байланысты басқа бір адам түрінен ер адамнан төмен қылып қоюы өте нашар, және де ол басқа мемлекеттерде просто әйелдің болған үшін оның миы аса дамымай қалған, оның миы сол бала тауып өмір сүру керек деген сияқты стереотиптер. Адам оның үстіне әйел, мынандай стереотип, егер де әйел адам хиджаб киіп жүрсе, полностью қап-қара болып, ешкімге назар аударғызбай жүрсе, өзіне, онда ол зорлық-зомбылықтан зардап көрмейді деген сияқты стереотип. Негізінде бәрібір ондай нәрсе жасайтын адамға бәрібір сен не киіп тұрсың, қалай жүрсің, қайда қашан жүргеніңе бәрібір ол өзінің жауыздығын жасайды. Және де тағы да виктимблейминг байланысты стереотип. Онымен қоса әйел адамға дағы кішкентай кезінен бастап алқызыл түсті киім кигізу, тістер бойынша стереотип өте ақымақ көреді, бірақ та ең көп таралған осы деп ойлаймын. Кішкентай балаға қарайсың, көбінесе айтады, түсінбей қалуы мүмкін ғой, оны да айыра алмайсың ғой, ол ма қыз ба. Және айтады, мына енді киімі қызыл емес пе, түсінікті ғой қыз екені дегені. Сонда ол бала қызыл түсті киім кие алмай, әлде әйел адам көк түсті, жасыл түсті киім кие алмайды ма? Жалпы қорытындылап кетейік, бізде подкасттың уақыты да келді. Бүгінгі қоғамда феминизм керек. Ол адамның құқықтары сондықтан да керек. Тіпті феминизм керек пе деген сұрақтың шығуы өзі ақымақ деп есептеймін. Себебі ол адамның құқығы, өзіңіз айтып кеткендей. Және де әйелдің құқықтары қажет емес деп айтуы, оны қарастырудың қажет емес деп айтуы миға сыймайды. Не себепті? Себебі қазіргі жағдайда не болса да, тіпті ол стереотипке өзім былай қарсы болсам да, көп баланы тәрбиелейтін әйел адам, үйде тәрбие беретін әйел адам. Және де ол өзінің құқықтарына сенімді болмаса, ол өзі қауіпсіз өмірде, қауіпсіз әлемде өмір сүріп жатқанына сенімді болмаса, өзі еркін екенін сезе алмаса, ол болашақта қалайша, қазір айтады ғой, жастар жаман болып кетті, андай ынжық деген сияқты. Сонда қалай намысы мен рухы жоғары адамды тәрбиелеп шығады ондай адам. Және сол себептен де адамның болашағы үшін, өзіміздің еліміздің болашағы үшін әйел адамдардың құқықтарын реттеп, тең дәрежеде қойып, және де соның арқасында әйел адамдар өздері кәдімгі басқа адамдар сияқты деп айтудың өзі, білмеймін, ер адамдар сияқты кәдімгі қорқынышсыз, элементар түрде түнде далаға шыға алатындай өмір сүру керек. Болашақта өзінің өмірін жақсы орналастырып, және де балаларын да өзіміз қалайтын ұрпақты да былай еркін намысты қылып өсіру үшін. Ойлап қалмаңыздар, мен дағы әйелдің баланы тәрбиелеу керек деп айтып отыр деп, қазіргі болып қалған жағдайға байланысты айтып отырмын. Рахмет. Рахмет сіздерге.
Пока.